Сәлем достар, бауырмен жорғалаушылар классы қабыршақтылар отрядының бір тармағына кіретін жыландар жұмбақ, ғажайып, әрі әдемі жаратылыс болып келеді. 3000-ға жуық түрі бар жер шарымызда кеңінен тараған жыландар адамға ең қауіпті тіршілік иелерінің бірі болып саналады. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін ең қауіпті жыландар жайлы айтамыз. Тайпан жыланы. 3,5 метрлік Австралияда мекен ететін жыланның уы соншалықты қауіпті, тіпті бір рет шаққанда 100 ересек адамды немесе 250 мың тышқанды өлтіріп жібере алады. Австралияда жыл сайын тайпан уынан 80-нен астам адам көз жұмады. Сондықтан у қайтаратын дәріні ойлап табу қажеттілігі жоғары болды. Бірақ жыланды зерттеу жұмыстары ұзақ жылдарға созылып, 56 жылдың ішінде тайпан жайлы еш деректер табылмады. 1950 жылы жас зерттеуші бұл жыланды іздеуге аттанады. Ол тайпан жыланын тауып қолына алған кезде жылан оны шағып алады. Зерттеуші сол жерде көз жұмады. Бірақ бұған қарамастан жылан ғылыми орталыққа жеткізіледі. Тағы да Австралия, мулган немесе қоңыр патша атты жылан. Жалпы бүгінгі видеомызда Австралияда мекен ететін жыландар өте көп. Себебі бұл ел улы тіршілік иелерінің мекені болып саналады. Мулган жыланы өте қауіпті, бір шаққанда 150 мг у бөледі. Ал сол у кез келген тіршілік иені тез арада өлтіріп тастай алады. Бұл жыланның түрі көбінесе ормандарда, шабындық алқаптарда, жайылымдарда және басқа жануарлар мекен ететін жерлерде тараған. Мулган өзге бауырмен жорғалаушылармен де қоректенеді. Сонымен қатар оған басқа жыландардың уы қауіпті емес. Крайт жыланы. Алып денелі, алма-кезек ауысатын сары және қара түсті сақиналарға оралған крайт жыланы Қытай мен Үндістанда мекен етеді. Крайт күндіз адамға шабуыл жасауы екі талай. Себебі күн ыстығында ол тығылатын жер іздеп, әлсіз қозғалыста болады. Ал түнде крайттың мінезі өзгереді. Адам жыланға қауіп төндірмесе де, өз шабуыл жасай бастайды. Крайт жыландары өте көп таралғандықтан басқа жыландарға қарағанда адамдарға шабуылы да көбірек кездеседі. Бұл жыландардың уы өте күшті. Бір шаққандағы у мөлшері 10 адамды өлтіріп жібере алады. Ал баспаналарға кіріп кету бұл жыландарға еш қиындық тудырмайды. 1,5-2 метрлік Австралия мен Тасмания жағалауындағы аралдарда мекен ететін жолбарыс жыланның уы жер бетіндегі таралған жыландардың арасындағы ең күштісі болып саналады. Бір жыланның ішіндегі у 400 адамды ажал құштыра алады. Жолбарыс жыланның уы жүйке жүйеге тікелей әсер етеді. У жүйке орталығына жеткен кезде жыланның құрбаны қаза болады. Жолбарыс жыланмен кездесу өте қауіпті екені айдай анық. Алайда жергілікті тұрғындардың айтуынша, жылан өте қорқақ және адамдардан алшақ жүреді. Өзге жыландарға қарағанда ол үйлерге кіріп кетпейді және адамдарға тек қорғаныс мақсатында ғана шабуыл жасайды. Ал бұл барлығымыз танитын үнді кобрасы. Бұл жыланды мазаламаса, ол өз баспанасын алдында жата береді. Бірақ жыланның аты жылан, қауіпті жағдай кез келген сәтте болып қалуы мүмкін. Кобраның уы жануарларды бірнеше минутта өлтіре алады. Кобраны ызаландырудың қажеті жоқ. Нәтижесі қайғылы болатыны анық. Орталық Азия мен Африкада мекен ететін құм эфасы. Эфаның уынан адам тірі қалғанның өзінде өмірінің соңына дейін мүгедек болып қалады. Санақ бойынша Африкада бұл жыланнан басқа жыландарға қарағанда адамдар көбірек көз жұмады. Эфа өте ерекше жылан болып келеді. Ол басқа жыландар ұқсап қысқы ұйқыға жатпайды. Балаларын жұмыртқаламай бірден тірі жыландарды дүниеге әкеледі. Эфа ең улы жыландардың бірі болып саналады. Үлкен жануарларға шабуыл жасамайды. Көбінесе жәндіктермен қоректенеді. Эфа шаққан кезде 7-10 минут ішінде уды саусақпен сығып немесе сорып алуға жөн болады. Құтқарушы адамға еш қауіп және зиян төнбейді. Австралия, Африка, Азия, Бразилия, Аргентина және Үндістанда мекен ететін аспид атты жыланның уы өте қауіпті, әрі тез әсер еткіш. Аспид шағып алған адам 7 минут ішінде қайтыс болып кетеді. Бұл жыланның уы өте мықты және нейротоксинге бай. Қатерлі жағдайларда жылан денесінің алдыңғы 3-тен 1-ін тік көтеріп, бірнеше қабырғаларын сыртқа қайырып, мойнын қабыртады. Африкалық бумсланг. Бұл африкалық жыланның уы өте қауіпті. Адам қанына түскен токсиндер қан жасушаларын дереу жояды. Соңғы 5 жыл ішінде
бумсланг онан 23 адам ажал құшты. Африкалық бумсланг тек адам әрекетіне ғана шабуылдайды. Сондықтан қимылдамай, оны мазаламауға тырысу керек. Зерттеушілердің айтуынша, 10 оқиғаның 9-ы адамдардың кесірінен болды. Әлемдегі ең жылдам және ең күшті жылан ол әрине қара мамба. Бірақ осыған қарамастан ең қауіптісі болып жасыл мамба саналады. Өзге жыландарға қарағанда ол адамдарға өздігінен шабуылдай береді. Мамба оның әсерінің жылдамдығы соншалық, тіпті сол мезетте дәрігерлер адамға қайтарғысын егіп үлгермей жатады. Жасыл мамба өте әдемі жылан. Оның қабыршақтары ашық түсті және сары көк реңмен алмасып тұрады. Алла тағала жаратқан әр тіршілік иесі ерекше әдемі болып келеді. Жыландар өте қауіпті, бірақ олардың көбі адамды өлтіру үшін емес, керісінше қорғану үшін шабуыл жасайды. Сондықтан жыландарға қорқып емес, басқа да жануарларға сияқты сүйіспеншілікпен қарайық. Себебі олар да Алланың жаратқан тіршілік көзі. Бүгінгі видеомыз ұнаса, қолдау көрсетіп лайк басып кетіңіз. Сонымен қатар өз достарын шақырып, Пазл каналына жазылып, не мына жердегі қоңыраушаны басыңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Ал егер сіз қызықты, күлкілі, пайдалы топты іздесеңіз, онда біздің ВКонтакте тобымыз сізге арналған. Ол жерде жаңа айтылған заттардың барлығы және одан да артық заттар бар. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, еш өкінбейсіз. Сонымен қатар басқа YouTube арналарымыз бен Инстаграмымызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Барлық сілтемелер сипаттамада және бірінші комментарийде. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.